Бүгін сіздерге сникерс пирогының дайындалу жолын ұсынатын боламын. Бұл пирогты шоколадты қатты ұнататындарға арналған пирог деп айтуға болады. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қамыр дайындайтын боламыз. Сол үшін 150 грамм жұмсақ сары майымызға 100 грамм қант және бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін 300 грамм ұнымызды, електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосып, 2 ас қасық какаомызды қосып, осы заттардан қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз біркелкі масса болғанша қолмен жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Оны целлофанға салып 15 минуттай тоңазытқышқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бір құты варенканы алып, осылай жұмсартып алып, бұл жерде менде Любавинка варенкасы. Осы варенканы қолданғандарыңыз абзалырақ. Және де 100 грамм арахисті салып араластырып аламыз. Ендігі кезекте тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, осылай формамызға жайып, ішіне салмасын салатын боламыз. Домалақ формаға да жасауға болады. Осылай барлық жерге жайылғанша біркелкі етіп жайып аламыз салмасын. градуста 30-35 минут көлемінде пісіретін боламыз. Енді бетін әдемілеуге арналған арахистарымызды осылай кішкене етіп турап бөліп аламыз. Және 100 грамм қара шоколадымызды ертіп, менде Қазақстан шоколады. Қысқа толқынды пеште, яғни микроволновкада 20 грамм сары май қосып ертіп аламыз. Пирогымыз піскеннен кейін міндетті түрде суытатын боламыз. Суығаннан кейін барып, шоколадымызды бетіне құямыз. Шоколадымызды осында ертіп алдық. Енді арахисімізді қостық. Енді пирогымыздың бетіне біркелкі етіп жағатын боламыз. Палетка деп аталатын құралдың көмегімен біркелкі етіп жағуға болады. Жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағат көлемінде қойсаңыздар, шоколадымыз әбден қатып, пирогымыз дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.